Арақты қалай қойдыруға болады? 17 жыл алысып келе жатырмын. Осындай жеке сообщение келді оқырманнан. Мен психосоматолог регрессолог ретінде айтамын, если адам іште өзгерем деп айтпаса, іште өзде бір желание болмаса, бір өмірінде бір қиыншылықтан шығам деген бір ой болмаса, қанша рет емдеуге апардыңыздар? Кодирование, мешітке Құран оқып тастаттыңыздар, қанша рет бақсыға алып бардыңыздар, кофе, құмалақ, 10, 7, 8 бәріне емдеттіңіздер, бірақ не получилось. Почему? Потому что адам іште өзгермейді. Адам іште өзі решение қабылдаған жоқ. Решение қабылдамаған соң оның бәрі бекер да. Өйткені адам ол кішкентай бала сияқты әлі решение қабылдау білмейді, өзінің жанында жертвить етеді. Мен түсініп тұрмын кішкене адам қандай адам екен. Бірақ іште бір желаниясы болмаса, бір титтей 0,1% шанс дейді ғой. Сол шанс болмаса адам өзгеру өте қиын. Оны даже қанша психолог қалып барсаңыз да өзгеру қиын. Несін? Өйткені мен всегда айтамын, маған клиенттер келген кезде, адамда желание бар ма өзгеруге? Кішкентай болсын. Я, желание болса өзгертуге болады. Азартникті де шығарып алуға болады, наркоманды да қойдыруға болады, жаңағындай қарызға кіріп кеткенде шығарып алуға болады, бәрін өзгертуге болады. Просто адам іште өзгерем деген бір желаниесі болса. Іште бір желание болмаса, оның бәрі бекер әңгіме. Өйткені қаншама әйелдер бар, жылдар бойы 10-20 жылына мына кісі сияқты 17 жыл таскать етіп жүр, бірақ өзгермейді. Құранда жазылған ғой. Я не поменяю положение людей, пока человек сам себя не поменяет. Бір сөзбен айтқан кезде, маған бір шаг жаса, мен саған 10 шаг жасаймын дейді. Маған 10 шаг жаса, мен саған 100 шаг жасаймын деп айтып отыр Құдай тағала. Бірақ соны жасамаймыз, и сөйтіп өзіміздің денсаулығымызды, өзіміздің айтқан кезде бәрін жан-жақтағы адамдардың бәрін бүтін шығарамыз. Мысалы, шетін адам қандай адам? Ол безответственный адам. Ол толықтай жауапкершілік алмаған адам, оған уже өзінің полностью семьясына, бала шағасына былай айтқан кезде қырынан қойған адам. Соответственно, оның семьясында болып отқан адамдардың да психоэмоциональное состояниесі қалай? Әйелі всегда депрессияда, тревожное расстройство, паническая атака. Балалары тоже всегда қуана алмайды, өйткені папа всегда ішіп келеді. Вы поймите одно, сіз опорасыз да? Вот сіз прям опорасыз, таусыз. Сол тау шатат етіп тұрған кезде баланың ішкі опорасы шатат етеді. Сол себептен хотя бы өзің болмаса да, өзің үшін болмаса да, хотя бы балалар үшін өзіңді тірілтіп, өзің арақтан шығарып, өз-өзіңді алып шығаруға тырыс. Өйткені ертең бала шағыңда әлсіз болады. Бала шағыңда ертең опорасын жоғалтып алады. Бала шағыңда дәл сен сияқты қайталау мүмкін.